Пиндозаның от біз білмейтін қырлары, сырлары ашылып жатыр. Бірақ базар мынау. Doğrularının бәрі базар. Тауар жоғалып, андай-мындай бір нәрсе болатын болса, біз жауапты боламыз. Сындырып отырып алып береміз. Бағасына бір тиын қоспаймыз. Көрсетсеңіз, любой жүре бересіз ба? Жүре беремін. Магазиннің қожайындары өздері апарып береді. 80-90 мың юанның затын жібердік. Бүгін 12 мың қадам жүріппін. Бұл негізі қатты көп емес, салыстырмалы түрде 25 мың қадам жүрген күндерім болды Гуанчжоуда. Сондықтан оның бәрі осылай ақпарат жинау үшін, ақпараттарды барынша максимал түрде ашып, қалай бар солай көрсету үшін жасалып жатқан, жүріп жатқан жолдар кішігірім. Сауда жасайық, кәсіп жасайық. Мына жерде үлкен мүмкіндіктер жатыр. Адамдар жасап жатыр. Айтып жасап жатқаны бар, айтпай жасап жатқаны бар. Соны аздап болса да бағалай кетсеңіздер, комментарий жазып, лайк басып, видеоны таратып, каналға тіркеліп, өте қуанышты болушы едім. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен өзім Қытайдан болам. Гуанчжоуда тұрып жатқанда ұзын жыл болды. Бұл Гуанчжоуда тек киімнің қайнаған базары. Бұл жердің киімдері дүние жүзіне кетеді. Біз қазір Гуанчжоуның барахолкасына келдік. Бірақ барахолка болғанда тек қана киімдерге арналған, оның ішінде тек қана әйелдер киіміне арналған барахолкада жүрміз. Осы жерден түгел әлемге әйелдердің киімдері таратылады екен. Бізді бүгін Болат бауырымыз көрсетіп жүр. Қазір біраз ақпараттен Болат бауырымыздан алатын боламыз. Мынау негізінде 32 юаннан. 32 юаннан. 2100 теңге. 2100 теңге. Осыны өткен көзде біз салғамыз міне. Қанша жібердіңіздер? 80-90 мың юанның затын жібердік. Үштіктен әрбірінен оқшамайды негізінде. Бұдан да бар, ұзын жеңдері де бар. Әр түрінен жібердік. Негізінде 100 мың үштікке тамам барады. Бір КамАЗ ғой. 100 мың үштікте жібердік. Бір фура, да? Ең аз алғанда қаншалы болса болады? Иә, ең аз алғанда қанша болады? Ең аз алған кезде мысалы мынаның әрбір размерлері болады да 200-ден түсіресіз. Мысалы мына бесеу ғой, 200-ден заказ бересің дегенсіз. Ең аз болғанда. Ең аз болғанда әрбір размерінен 200-300-тен заказ бересіз. Бұл соппаға дейміз. Мың талма, 500 талмасы көзде. Сондай. Оқшамайды да, анаудан мынауда болып кетеді. Бұның ұзын жеңдері де бар деген. Тағы сөйлесуге бола ма? Сөйлесуге болады негізінде. Тіпті көп адам десең тіпті сөйлесуге болады. Тіпті көп адам десе, осы жердегі осының заводына баруға да болады. Болады. Тіке барасың ғой өзде. Заводы жақын жерде ма? Осы Гуандong өлкесінің осы сыртқы қалаларында. Гуанчжоу маңайында ол үшін. Одан мынандайларды жақсы жүреді, осындайлар. Мына маркадағы киімдер жақсы. Тек қана Қазақстан еліне емес, Ресейге де, Өзбекстан еліне, Қырғызстан елдеріне де өткізуге болады. Мына жерден тауып алып, тауарларды. Немесе сол жақтағы саудагерлер көріп жатса, осы букинг арқылы алдырып жіберуге болады, алдыртуға болады. Ең тиімді бағасы. Букинг енді осы жердің жергілікті саудагер болғаннан кейін бәрін білет, саудага салады, түсіре алады, сапасын тексеріп бере алады. Сіздің заказыңызды толыққанды қамтамасыз етейін деп тұр ғой. Басынан аяққа дейін сопровождение жасап деген сияқты. Мына жерде тек қана қыздар, бәрі жан-жақтың бәрі. Телефонмен отырып, әлемнің түкпір-түкпіріндегі автовиктерге сразу ақпараттарын беріп, саудасын жасап отыр. Бәрі телефонмен қарасаңыздар. Мынау телефон. Қыстық киімдер 9-шы айдан басталады ғой. Ал жаздық киімдер қай айдан бастап кетеді? 4-ші айдан басталып кетеді ғой. Әрбір жаздық киім болсын 2 ай бұрын жүреді. Әрқандай 2 ай бұрын жүреді. Мысалы заводқа заказ беретін болса, оны күту керек бола ма? Күту керек болады. Заказыңыз көп болса, бір 30 күнде. 30 күнде шығады. Бұлар да сол 2000 қанша теңге дейді.
Қазақстанның ақшасымен істептен негізін қанша жүрді. Мынаның комплектілерін жібергенбіз, мынаның ас түсті дегендей. Мынадар тек жалғызы болып отыр ғой. 40 үйеннен болып тұр да. Бұл жақта біраз қымбаттау болып тұрады. 10-15 үйен қымбаттау болады. Ал заводына тіке заказ беретін болсаң, ол 10-15 үйен арзан болады. Дамы страшные. Нелерде жақсы кетеді. Бұл Қазақстанға да? Қазақстан, Қырғызстан, Россия деген бәріне жақсы жүреді ұста. Жүргеніп тұр ғой? Мына жерде бір тал қытайша да қоймайды, мына шетке істегеннен кейін бұлар әптен үйреніп алған. Одан кейін өзінің ескерткісі болса, өзінікін қойып беруге де болады. Өздерінің бағаларын, Өзінікін мысалы, мына жерде ия деп өздерінің маркасы тұр ғой. Қазақстанның маркасы болса, Қазақстанның маркасын қойып беруге болады. Сразу. Қай жерден өндіріліп шықты деп қойып беруге де болады. Корея десе Корея бәрі. В общем, егер сіз киіп жүрген киім оригинал болып, прямо турецкий немесе корейский болып саналса, ол не совсем турецкий болуы мүмкін, ол не совсем корейский болуы мүмкін, ол таза қытайдікі болуы әбден мүмкін. Сіздерге оптом товар, мал керек болса, біз іздесеңіздер болады. Қазірдің өзінде сіз айына бірнеше айда уже фуралап Қазақстанның, Ресейдің, Қырғызстанның автовектеріне жіберіп жатырсыздар ғой, да? Жіберіп жатырмыз. Контейнерлеп те жіберіп жатырмыз, контейнермен де кетіп жатыр. Оқшамайды, аз да кетеді, көп те кетеді. Мынау 185 үйен, мынау 245 үйен таза түлкі болады, одан басқашасы болады дегендей. Мына жүнінің де, жағасының жүнінің де жың тазасы я таза еместігі болады да, мысалы. Түспейді де ше? Бүйтіп жуандыра түспейді де ше? Басқаша болады да. Нақт болса, мынандай үлпілдеп тұрады. Нақт теріден болса. Ал енді мынандайдар арзан болады, мынаудар мынау оқшатып жасағаны да, далғаны дейміз ғой. Поделька. Мынаны енді заказ көбірек болса, қандай модель болса істеп береміз. Бәрі қандай нәрсе модель көп болған сайын соны істеп береміз. Тамаша. 5-ші қабатында кетіп жатырмыз. 5-ші қабатына көтеріп жатырмыз. Бір базар, тек қана әйелдер киімі, қыздар киімі, барлық киімдері, қысы киім, жазғы киім деген сияқты. Соның 5-ші қабатындамыз қазір. Тағы 6-ші қабаты бар екен. Мүмкін 7 қабаты, мүмкін білмеймін ғой. Неше қабат бұл жерде? Бұл жерде 7-8 қабат, мына бір бинада. Ар жағы тағы бар, мына жағы оң жағы тағы бар, сол жағы тағы бар. Осындай ғимараттың тағы бірнешеуі бар, 4-5-еуі бар. Бәрін әйелдер. Әйелдер. Енді елестетеріңіз. Дүние жүзінде, әлемде негізінде әйелдер жақсы киінеді ғой. Вечерний, бальный. 50 үйеннен. Любой, бірақ 50 үйеннен. Мынадырда 50 үйеннен. 50 үйеннен. Той көйлектері, мерекелік киімдерді арендаға берумен айналысатын кісілерге осындай нелер жақсы екен да. Осы жерден бір оптым алдырып қойып, өздеріңіздің жаңа аренда дүкендеріңізге апарып қойсаңыздар. Бұл жақта да киім кешек негізінде. Тек қана қыздардың. Мыналар тікелей заводтар болып тұр ғой. Тікелей заводтар болып тұр да. Ана жақта бәрі завод емес, арасында. Заводта бар о жақта. Алып сататындар да бар. Алып сататындар да бар. Осы жақта өзінің туыстары заводында, ана жақтағы тағы туыстары магазин ашып отырады. Сөйтіп бір-бірімен былай не болып кеткен да. Береке, бірлікте барлық жұмыстарын жүргізіп жатқан. Семейный бизнес. Сонда қытайлар туысқандарымен кәсіп жасағанды ұната ма? Ұнатады, сондай.
сырттың адамымен кәсіп жасағанды ұнатпайды. Туысқандық қарым-қатынасты бұзып жүрмей ме? Туыс қарым-қатынас бұзылмайды, бұларға ашық айтар. Баста апта ашық айта болады да. Мынадан мынанша көріп қана сат дейді. Болды. Маған келсе де, заводқа келсе де, мен осыдан берем дейді. Бір-екі ұян арзан береді. Базар бірге бақ бөлек деген. Bu torda internette satқан малдардың бәрі осы жерден жүреді. Бұл жерде адам жоқ міне. Тек интернеттің қағазын әкеледі, тарқата салады. Сосын олар мына жерге бәлем деп кете береді интернеттің қағазы. Осы жер интернет болғанда жаңа Pindodo анамна сайттар ғой да? Pindodoға бұл жердің малы емес. Бұл жердің тауарлары Pindodoға түспейді. Pindodoның малдары өте басылып, өте нашар тауарларды қояды. Бұл жердің малдары ол жерге түспейді. Бұл жердің сапасы жоғарылау тұрады да. Pindodoға да бермейді. Басқа неменелерге береді. Басқа интернет торда. Alibaba соларға ма? Alibaba. Одан кейін мысалы басқа шетелдің тордары бар ғой. Иә. Google дейм ба? Сондайларға береді. Бірақ интернеттегі бағасы ол кішкене көтерілген баға шығар. Көтерілген баға бұл. Қолмен көріп ұстап алғанға бағаға келді. Одан көтерілген себеп интернетте негізінде 10-15 ұян жоғары жүреді. Қазақстан Республикасында негізінде Pindodo дегеннің затын арзан көріп, бәрі соған жүгіреді екен. Қытай елінде бізге тегін берсе деп Pindodoның затын алмаймыз біз. Олар сапасыз бұл санала ма? Өте сапасыз тауарлар да. Мысалы, әрбір заводтан басылып, неше жыл басылып қалған тауарларды сол Pindodoға шығарады. Әрбір басылып қалған неше жылдың алдындағы модель. Басылып қалған деген ол артылып қалған заттар ғой бұл айтқанда, иә? Артылып қалған емес, мысалы, ешкім алмай, бір жері қата тігіліп қалған, сапасыз тігіліп қалған киімдерді сондай жерге береді. Pindodoның біз білмейтін қырлары, сырлары ашылып жатыр. Біз бәріміз Pindodo курсын жасап, содан оқып, заказ беріп жатырмыз ғой. На самом деле Pindodo ең Қытайда өте төмен болып саналады екен, сапасы жағынан да өзінің. Қытай өзіне де зат алмайды. Қытай осыны шығарып отыр, Қытай өзіне Pindodoдан заказ алмайды. Сатып зат алмайды. Сондай Африка, Индия дегендей сондай жерлерде. Ауғанстан, Пакистан дегендей. Өте енді Қазақстанның енді мен өзімше ойлаймын, Қазақстанның сапасы олардан әлде 50 есе, 100 есе жоғары мекенде. Мә саған. Pindodo жайлы шындық. Енді Pindodo'мен айналысып жүргендер енді өздеріңіз ойланып қараңыздар енді. Көке, базар өртеніп кету деген ондай әңгіме жоқ па біз жақта? Жоқ, бізде бұл жақта амандыққа көңіл бөлу, өкімет жағынан болсын, әрқандай осы мына пожарник жағынан болсын, бұл жерде охранниктер болсын, оны бүттін мемлекет жағынан да қатты ұстайды, қатты қарайды. Жоғары өлшемде ондай өртеніп кету, ондай өртеп жіберу деген болса, оны мәңгі оны соттап түрменің түбінде шірітеді. Сұрап жатқан себебім бізде ондай жиі болып тұрады да? Біреу көре алмай тұрғанса, Абай атамызды айтқан ғой негізінде. Қазақтың тыныш жүргені бір етікке тығып кетеді дегендей. Сол секілді ондай тірлік негізінде Қазақта енді Абай атамыз тойдыра алмағаннан кейін ендігі әзіргі дәуірде қойып бір береке бірлікпен жұмыс істегендерің дұрыс болар.
Әлемнен келіп жатыр ғой адамдар. Осы дүкеннің малы жақсы өтеді. Одан кейін мынаның көршісі мына дүкенге мал өтеді. Мына магазиннің заттары сыртқа жақсы жүреді. Одан кейін әзірге енді ол жаққа қалғанда кетпесе мынау жүремін. Көктемде күзде мыналар ерекше жүрген. Ерекше. Фотосы болса мыналар істей береді. Қандай қалың болсын, мына түймелерін барлығын өзгертіп істеп береді. Алдыңғы жолда өзінің фотосын жіберіп. Солай істеп берді. Қосатын болса, мысалы бір аптада 15 күн айналасында шығады. Бұл жерде сіздің қызметіңіз сол клиенттердің сұранысы бойынша тауып беру, келістіріп беру, не істеп беру ғой, бағасын бәрін. Мынау Корея деп шығарып беріп отырған. Корея, да? О да осы. Киімдерден бөлек басқа заттарды да қарап бересіз бе? Мысалы Қазақстанда мысалы не хит болады, мысалы соның барлығын тауып бере береміз. Мысалы фабрикасын. Мысалы Қазақстанда хит болып жатқан маркалардың фотосын әкеліп істеп бер десең, алмайтынын істеп әкеліп береді. Сапасында барлығы, да? Сапасында барлығы. Мен сол дүкенге келіп тұрмын. Қанша уақыттан бері осы айналысасыз? Мен келдім 4 жылдан бері. 4 жылдан бері осы киім саласында мамансыз, иә? Қазақстанға, басқа елдерге де, Өзбекстан, Ресейге де жіберіп жатсыздар ғой, да? Алып көріп. Қырғызға, Россияға. Бұл жердегі сіздің қызметіңіз қалай болады, ол қалай бағаланады? Мысалы, мынаның бағасы, топ бағасы 69 юан болса, мысалы осы маған 70 юан қылып, 1 юанды өзі шығарып беріп отырады. Үстіндегі 1 юан сіздің өзіңіздің? Менің ақым болады. Мысалы, мен мынаны 69-дан алып беремін, маған 1 юан шығарып береді үштігіне. Солай келісесіздер де байытын. Жолын, каргосын қалай ұйымдастырып жүресіз бе ол жағында? Егер карго керек болса, біз өзіміз шығаратын карго бар, арзан бағада шығаратын. Егер клиенттің өзінің шығарып жүрген каргосы болса, өзінің каргосымен кете береді. Келістіріп бергеннен кейін осы жерден каргоға өздері апарып бере салады ғой, иә? Осы жерден өздері магазиннің қожайындары өздері апарып береді. Заттар да күшті кетеді сыртқа. Мысалы, мына кісілердің де сапасы ерекше жақсы. Сосын күйінде мына несін, этикасын қалағанынша жасап береді. Сапасы ерекше жақсы, сыртқа худа. Военный қызметін атқарыпты. Осы жақтың военный қызметін Бөкен военный қызметінде болыпты. Әскери қызметте болыпты. Осы ана көрсетсеңіз любой жерде жүре бересіз ба? Жүре беремін. Аэропортқа 500 кило зат алсам да тегін. Мықты. Одан кейін бұл аэропортта болсын, пойызда болсын, өшіретте тұрмайын. Ол тағы да мында үй алуға тағысын сондай нәрсеге оның несі бар ма? Септігі бар ма? Бар, болады. Қытайда бұл жақта жақсы жасап қойған. Тоймен айналысатын кісілерге жалпы осындай той вечерний көйлектермен, той көйлектермен айналысатын кісілерге маған таптырмасы орталық екен. Осылардың барлығын оптым бағада алып, прокатқа беруге болады, сатуға болады тағысын тағы. $220'dan бастап, иә?
қыздардың нағыз келетін жер екен. В общем, біраз нәрсе табылайын деп тұрмын жерде. Тойға, вечерлерға, кешкі іс-шараларға киіп барғанға барлық дүние табылайын деп тұрмын. Бұл той көйлектерін енді жаңағындай оптым ала бермеу мүмкін, ары кетсе 10, 20, 50 алуы мүмкін. Бұл кезде сіздердің жаңағы тауып берген жол ақыларыңыз, қызмет ақыларыңыз қалай есептеледі? Бізге ондай кезде біз бұны келіп осы жерде көрсетіп, сындырып отырып алып береміз. Бағасына бір тиын қоспаймыз. Бізге сол күнімізге күндік $100 еңбек ақымызды берсе болды. Одан артық бізге керек емес. Жақсы. Кәдімгі жилой домдар олар. Бірінші этаждардың дворларының арасында, бірінші этаждарында кәдімгі дүкендер ашып тастап, осылай базар қылып тастаған. Бөлек тұрады Гуанчжоуда. Әрқандай нәрсе, балалар киімі бөлек, ерлердің киімі бөлек. Әрқандай нәрсе бөлек тұрады. Қазір Түркияның аяқтарында. Істететін модельдерін алып келеді, әрбіреуінен ауризисін алып келеді, сөйтіп жасады. Көп та болса, көп та любой нәрсені үстіп кеп жасады осы жақта. Ал біз турецкий деп мәз болып киіп жүрміз. Негізінде осы жақта жаса екен барлығы. Мысалы ақша келді ма, кейбір зат жоқ болса, ақшасын сразу қайтарып өтеміз. Жоғалып кетті. Біреуге қарыздарда болмау керек, біреуді қан қақсатпау керек. Товар салынды, жіберілді. Белгілі бір себептермен жетпей қалды, емес жоғалып кетті мысалы. Ондай болмайды негізінде. Ол кезде біз жауапты қыламыз. Товар жоғалып, андай-мындай бір нәрсе болатын болса, біз жауапты боламыз. Ол кезде товарын біз төлеп береміз. Ол кезде сіздер ұтылып қаласыздар ба? Сондай болады ғой мысалы. Жоғалып қалатын бізде өзіміз каргонға неменеге отырамыз. Көп зат салған кезде доғырға отырып аламыз. Мына мал жоғалатын болса, сен басыңмен жауап бересің. Каргон бізге төлеп береді. Біз содан ақша төлеп берсе, біз ақшаға барып қайтадан сол малын сатып береміз. Осылай істейміз. Бөкеңмен бүгін ғана танысып білісіп жатырмыз. Шалқар арқылы, ортақ таныстарымыз арқылы маған өте қатты ұнап жатыр. Ризам, өте ашық, қалай бар солай айтып жатыр. Ешқандай бүкпесіз, ештеңені жасырмай деген сияқты. Манша қосам, манша алам, қызмет ақымыз осынша деген сияқты. Соған риза болып отырмын да. Ол жұмыс болғаннан кейін, сауда болғаннан кейін осылай ашық сөйлескен жақсы. Бәрін откровенно, прозрачный болған жақсы да негізінде. Егер көп мөлшерде товарлар заказ беретін болса, киім-кешек, ол кезде бір юаннан қосып, айтқанда өздерінің қызмет ақысын алады екен. Ал егер аз мөлшерде болатын болса, ол кезде $100 күндік өзінің қызмет ақысы, жұмыс ақысы, яғни жүрген, тапқан, тауып берген деген сияқты да, мысалы. Осындай мүмкіндіктер бар. Қазақстанда тендерлік заттарды алдырып отқан кісілер бар екен. Оптовый жаңағы сатуға арналған тауарларды алдырып отқан кісілер бар екен. Жан-жақты осы. Не только Қазақстан, Қырғызстан бар, Ресей бар, Өзбекстан бар деген сияқты. Сол жақтың да саудагерлері Бөкеңмен байланыс орнатып, өздерінің кәсіптерін дөңгелетіп отыр екен. Мынандай мүмкіндік бар ма, Бөке? Мысалы, мен көп мөлшерде бір кісі заказ бергісі келеді, бірақ аздан бастап көргісі келеді, мысалы. Аз-аздан бастап? Аз-аздан. Мысалы, пробне бір-екеуін алып көргісі, сапасына көз жеткісі келеді. Одан кейін бар. Болады, ондай да болады. Бізге образецін жібер дейді, жібереміз, содан кейін артынан жақсы заказдар істейді ол адамдар. Олай да жасауға. Олай да болады. Тамаша. Осылай да жап-жақсы кәсіп жасап, ар жақтағы заказчиктер де риза, мына жақтағы Бөкең де риза, ең бастысы мына жақтағы заводтар да риза, барлық жан-жақтан барлығы риза былай айтқанда.
Тым жақсы осылай жұмыстар жасап жатқан кісілер бар екен, мүмкіндіктер бар екен. Енді осы мүмкіндіктерді біреулер біліп істеп жатыр, біреулер білмей жүр, таппай жүр деген сияқты, мысалы Бөкең сияқты жігіттерді да, мысалы сенімді жігіттерді. Кейбіреулер ұрынып қалып жатыр деген сияқты. Енді осы видеодан кейін енді не екен аздап болса да сіздерде түсінік пайда болды деп ойлаймын. Алдағы уақытта жұмыс жасайтын кезде осы нәрселерді ескеріп отырып жұмыс жасайтын боласыздар. Кімге Бөкеңмен байланысу керек болады, онда алдағы уақытта байланыстырып беруге болады. Бізде барлық данылары бар. Көрсең болды, міне таза көжді. Жердің терісінен жасаған. $75 дейтін, таза бағаларын айтады бұдар. Міне мынандайда, мынада да мына көрмесі жоқ. Таза бұл. Енді Қазақстанға бұл бар ғой, негізінде осындай жай, өте қарапайым, өте сондай заттар жақсы жүреді. Сөмке болсын, киім болсын, қандай нәрседе сондай жақсы жүреді да міне. Таза бұлғары міне. Бұл сапасы жағынан жақсылары ма, или орташа немесе? Сапасы жақсылары ма. Мына қарап белгілі болады да ма. Үшінші район деген базар, 13-ші район деген базар. Бірақ бұл жердің тауарларының сапасы біраз жоғарылау болады. Сапасы сапалылау болады. Әрқандай заттар сапалы болады бұл жерде. Бағасы да кішкене жоғары. Бағасы да сәл жоғары болады енді. Жаңағы көжі сөмкелердің 70-80-90 сондай болады да. Таза көжі да. Шүрдерден өсті камераны ашып жүріп, қайса киім ұнайды, соны айтады маған, соны жіберемін. Сөйтіп заказ жіберемін. Қанша мөлшерде алады? Қанша бір жолда алған кезде 400-500 мың яғни маңнан. Яғни телефонмен көрсетіп жүресіз да? Мынау деп өзі арасын таңдап алады ғой былай айтқанда, Телефонда видеоны ашам. Сосын видеоны ашам, бұған көрсетемін. Мынау ұнады ма деп көрсетіп жүремін. Мынаған тоқта дейді. Осы жердегі визиткасын ал, осы жерден зат алам дейді. Сөйтіп алады. Сапасы нормальный. Әдем. Мұндайларда да алам. Мені көріп танып жатыр да. Осыдан зат салам бол. Осындайлардан салам, мынандайлардан салам. Бұл жерде оптом болып тұрады тек қана, Оптом. Бұл жердің сапасы, ерлердің киімінің сапасы жақсы, нормальный. Қарап көруіңіз болады. Мысалы, джинсилар мынау қазір нешеден басталады? 45. 45-тен. Киіммен айналып жүргендер жақсы түседі деп ойлаймын бұлар. Бұл шапандарды да салдық, мынау Диордың шапандары. Дайым істеп, мал салуға берсем, сол жақтың қандай зат керек, қандай зат іздейді, соны біліп қоямыз да. Менде бұл Қазақстанда ерлердің киімін істейтін адам жоқ, бірақ қырғыздармен істеймін. Қазақстанда қырғыз. Қазақстанда қырғыз ба? Қазақстанда дүкені бар. Қазақстанда дүкені бар. Қырғызда. Қазақстандағы
Қазақстан нарығын қырғыз бауырларымыз жасап жатыр, сатып жатыр, игеріп жатыр, былай айтқанда. Тауарлар алып барып Қытайдан. Ассортименттегі мына жетеді. Қандай кофта, футболка, джинсы, шалбар, трикко, спортивка, рубашка. Кәдімгі жилой домдар. Бірінші этаждың барлығы магазин, дүкен. Екінші, үшінші, төртінші этаждарында адамдар өмір сүре береді, тұра береді. Бірақ базар мынау. Бауырларының бәрі базар. Өте шумно. Ерлердің киімдері дүние жүзіне кетеді ғой, дүние жүзіне. Африкаға дейін кетеді. Бүгін енді бөкеңмен танысып, сіздерге таныстырып, киімдерге барынша акцент қойдық. Әйелдер киімі, ерлер киімі. Бүгін екі базарға аралап үлгердік. Или қанша? 3 базар аралап па? 3 базар. Әйелдер киімі, ерлер киімі сосын? Той көйлек. Той көйлектерін киімі. 3 базарға аралап үлгердік. Сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Саудаға ниеттеніп жүргендеріңіз болса, саудада жүргендеріңіз болса, саудада жүріп осылай бөкең сияқты адамдарды таппай жүрген болсаңыздар, нағыз керек видео сізге осы деп ойлаймын. Тіркеліп алыңыздар. Керек адамға таратыңыздар, жіберіңіздер осы видеоны. Енді мен барынша осы ақпараттарды максимал түрде ашық сіздерге айтып бердім деп ойлаймын, көрсетіп бердім деп ойлаймын. Одан артық ақпарат енді именно киім саласындағы саудаға байланысты таппайсыздар. Ең киім саласының нағыз орталығы, центрі, отаны ол Гуанчжоу. Гуанчжоу қаласындағы базарлардың біразын аралап сіздерге көрсеттім. Бөкеңмен таныстырдым. Бөкең өз киімнен де бөлек басқа нәрселермен айналысады. Айналысқанда қалай? Тауып береді, салып жібереді кәсіпкерлерге, Қазақстанның кәсіпкерлеріне, не только Қазақстанның, Өзбекстанның, Қырғызстанның, Ресейдің кәсіпкерлеріне де керек заттарын тауып беріп, салып берумен айналысады. Олар қалай жұмыс істейді, қызмет ақылары қалай, оның бәрін сіздерге ашып көрсеттім. Келесі видео ертең енді балалар киіміне барайық деп тұрмыз. Келесі видеоларды да осылай барынша пайдалы қылып салып отырсам, жібермеңіз, сақтап қойыңыз, каналға тіркеліп алыңыз.